Сәлем оқушылар, бүгін бізде 3-ші сыныптың 67-ші сабағы әлемнің белгілі ғимараттары және көпірлер деген тақырып. Бірінші есепте өрнектерді мәнін тапсаң, мына әйгілі көпірлердің қай елде орналасқанын білесің. Бірінші тапсырма: 750 азайту 3 көбейту 8 қосу 56 дейді. Мына тапсырмада ең алдымен көбейту бірінші орындалады, иә? 3-ке 8-ді көбейтсем 24 болады. Тең 750-ден 24-ті азайтып, оған 56-ны қосуымыз қажет. 750-ден 24-ті азайтсақ, бізде шығады 726, және оған 56-ны қосатын болсақ, 782 болады, иә? 782 болады. Демек, мына ғимарат бізде Тауэрс көпірі деп аталады екен. Келесі, екіншісі 30 қосу дейді 51, оны бөліңдер 9-ға, қосыңдар 400-ді дейді. Осы жерде неше шығатын қарайық. Ең бірінші жақша орындалады. Қосқанда бізде 81 шығады, 81 бөлу 9 қосу 400. Одан кейін 81-ді 9-ға бөлетін болсақ 9 болады, оған 400-ді қоссақ 409 болады. Мына көпір Арқар көпірі деп аталады екен. Мына көпір Арқар көпірі Қазақстанда орналасқан. Келесі, үшіншісінде 100 азайту 36, бөлемін 8-ге, қосамын 700-ді дейді. 100-ден 36-ны азайтамыз, 64 болады. Оны 8-ге бөліп 700-ді қосамыз. 64-ті 8-ге бөлетін болсақ 8, оған 700-ді қоссақ, неше болады? 708. Мына көпір бізде Бруклин көпірі, Нью-Йорк, ақш-та орналасқан. Түсінікті ғой, түсінікті болса, келесі есепке көшейік. Екінші есепте есептеулерге қара, түсіндіруді жалғастыр. Қараңыздар, 20-ға 4-ті көбейткенде 20-ны өз-өзіне 4 рет қос деген сөз. Сонда бізде 80 шығады. 20 деп отырғанымыз 2 ондық, 2 ондықты 4-ке көбейтсек, бізде 2 төртім 8, 8 ондық. 8 ондық деп отырғанымыз 80. 4-ті 20-ға көбейтсек, сонда 80 болады. Ал 80-ді 4-ке бөлсең, бізде 20 болады. 8-ді 4-ке бөлсем 2 болады. Мына 0 жойылатын тағы бір 0 жоқ, өзі қалады. Сонда 8 ондықты 4-ке бөлетін болсақ, 2 ондықтан келеді. 80 бөлу 20 тең болады 4 дейді. Немесе 8 ондықты 2 ондыққа бөлсек 4 болады. 200 көбейту 4. 200-ді өз-өзіне 4 рет қосатын болсақ, 800 болады. 200-де отырғанымыз бұл 200-дік, 200-дікті 4-ке көбейтетін болсақ, бізде 800-дік болады. 100-дік деп отырғанымыз бұл 2-0. Сонда бізде 800 болады екен. 4 көбейту 200, ол да 800 болады. Мынандай бізде ереже бар еді. Көбейткіштердің орындарын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді деген. 800-ді 4-ке бөлсем 200 болады. 800-дікті 4-ке бөлетін болсақ 200-дік болады. 800-ді 200-ге бөлетін болсақ 4, немесе 800-дікті 200-дікке бөлетін болсақ 4 болады екен. Келесі, мына жерде үлгі бойынша тағы да 2 баған құрастырып, оларды есепте дейді. 30 көбейту 2, 3-ті 2-ке көбейтсем 6, және 1 0-ді тіркеймін. 2 көбейту 30-да дәл сондай. 2-ні 3-ке көбейтсем 6, 1 0 тіркеймін. 60 бөлу 2, 6-ны 2-ке бөлем 3, 1 0 тіркеймін. 60 бөлу 30, мына жерде сәл басқаша, 6-ны 3-ке бөлсек 2, мына 0 мен мына 0 жойылып кетеді, 2-нің өзі қалады. Келесі бағанды қарайық. 200 көбейту 3, 2 3 6, және мына жерден 2 0-ді тіркеймін. Өткенім дәл мынандай болып жойылып кететін ешқандай 0 жоқ. 3 көбейту 200, дәл солай. Мына 2 цифрдің орындарын ауыстырғанмен ештеңе өзгермейді, 600-дің өзі шығады. 600 бөлу 3, бізде 6-ны 3-ке бөлсек 2, мына 2 0-ді тіркеп қоямын, 200 болады. Ал 600 бөлу 200 болатын болса, 6-ны 2-ке бөлем 3, мына 0 мен мына 0, мына 0 мен мына 0 жойылып кетеді, 3-тің өзі қалады. Келесі, 50 көбейту 2, 5 2 10, мына 0-ді қасына қыстырып қоям, 100 болады. Келесі, 2 көбейту 50, көбейткіштердің орындарын ауыстырғанмен мәні өзгермейді. Енді 100-ді 2-ге бөлемін, 10-ды 2-ге бөлем 5-тен келеді, мына 0-ді тіркеп қоям. 100-ді 50-ге бөлемін, 10-ды 5-ке бөлсем 2 болады, мына 0 мен мына 0 жойылып кетеді. Сонда 2 қалады. Келесі, 500 көбейту 2, 5 2 10, мына 2 0-ді тіркеп қоям.
Так, 2 көбейту 500, дәл солай неше шығады? 1000 шығады. Енді 1000-ды 2-ге бөлетін болсам, 10-ды 2-ге бөлсем 5 болады, қасына 2 0 тіркеп қоям. Енді 1000-ды бөлемін 500-ге, я? 500-ге. 1000-ды 500-ге бөлсем, так, 10-ды 5-ге бөлсем 2 болады, мына 0 мен мына 0, мына 0 мен мына 0 қысқарып кетеді, 2-нің өзі қалады. Келесі 4-ші тапсырма. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Жаңағы жерде барлығы түсіндіру екен. 5-ші тапсырмаға өтіп кетейік. 5 тәтті нан дейді. 5 тәтті нанды алу үшін 200 теңге төленді. 5 нанға қанша теңге төлепті? 200 теңге төлепті. Дәл сондай 320 теңгеге қанша нан түседі дейді. Сондай шешуі бізде бірінші бір нанның бағасын тауып алуымыз қажет. Ол үшін 200-ді 5 нанға бөлеміз. 200-ді 5 нанға бөлетін болса 40 теңгеден келеді. Өйткені 20-ны 5-ге бөлсек 4, мына 0-ді қасына тіркеп қоямыз. Ал 320 теңгеге, егер бір нан 40 теңге болса, 320 теңгеге қанша нан алам? 320-ны 40-қа бөлемін. 32-ні 4-ке бөлсем 8 болады, мына 0 мен мына 0 қысқарады. Жауабы сонда қанша нан алады екен? 8 нан сатып алуға болады. Әсінші, дүкенде 200 жай қарындаш, жайқы деп қояйын. 200. Так. Қазір күте тұрыңыздар. Әсін мұнда жаза берейін. Жай қарындаш 200. Я? Және де 200 теңге емес, просто 200 екен. Ал түрлі түсті қанша дейді? 300 дейді. Енді қарындаштардың 5-тен 1 бөлігі сатылды, қанша қарындаш қалды дейді. Қарындаштардың сонда жалпы шешуі барлығы бізде 200-ге 300-ді қоссақ, 500 қарындаш қосылай ма? 500 қарындаштың 5-тен 1 бөлігін табу үшін біз 5-ке бөлеміз. Және 1-ге көбейтеміз. 5-ті 5-ке бөлетін болсақ, 1 болады, қасына 2 0 тіркейміз. Кез келген санды 1-ге көбейтсек, сол санның өзі шығады. Енді 500-де 100-ді аламын, 400 қалады. Сонда бізде 400 қарындаш қалды екен барлығы. Босыншы есеп, қарайық. Сырлаушы 30 квадрат метр қабырғаны сырлады. Қараңыздар, әрбір үтірге мән беріп, берілген жазамыз. 30 метр квадрат. Мына жерде үтір бар ғой. Біз кідіріп, сырлады 30 метр квадрат дедік. Бұл барлық қабырғаның 6-дан 1 бөлігін құрады. 6-дан 1 бөлігіне тең екен. Ол әлі қанша метр қабырғаны сырлау керек? Сырлау керек 5-тен 1-не, 5-тен 1-ін, 6-дан 5-ін. 6-дан 5 қанша екені белгісіз. Шешуі 6-дан 1 бөлігі қанша екен? Ол үшін біз 30-ды 6-ға бөліп 1-ге көбейтеміз. 5 болады. Енді 6-дан 5 бөлігін табу үшін біз жоқ, мына жерде 5-ке көбейтеді екенбіз. 5-ке көбейтеміз. Сонда 5-ті 5-ке көбейтсек 25 екен. Солай ма? Жоқ, мына жерде былай. Қараңыздар, 6-дан 1 бөлігі дейді. Мен сіздерге схеманы көрсетейін. Міне, мынаны біз 6 бөлікке бөлсек, 1 бөлік, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөлсек, соның 1 бөлігі 30-ға тең болса, әлі мынаның бәрі де 30. Сонда 30-ды біз нешеге көбейтеміз? Қалған 5-еуіне 5-ке көбейтеміз. 30-ды 5-ке көбейтеміз, 150 метр квадрат екен. Әлі бізде 150 метр квадрат бар деген сөз. Мына жерде берілгенде сәл қателесіп кетіппін. Жақсы, келесі тапсырма. Келесі 6-шы тапсырма, түсіндіре отырып есепте. 80 бөлу 2 дейді. 8-ді 2-ке бөлсем 4, 1 0 тіркеймін. 800 бөлу 2. 8-ді 2-ке бөлсем 4, 2 0 тіркеймін. 900 бөлу 3, 300. 9-ды 3-ке бөлем 3, мына 0 мен мына 0, мына 0 мен мына 0 жойып кетеді. 400 бөлу 2. 4-ті 2-ке бөлем 2, 2 0 тіркеймін. 100 бөлу 20. 10-ды 2-ке бөлем 5, мына 0 мен мына 0 жойып кетеді.
100 бөлу 2, 10-ды 2-ке бөлем 5, мына 0 тіркеп қоямын. Так, 1000 бөлу 200. 1000-ның ішінде, 10-ның ішінде 2 5 рет, мына 0 мен мына 0, мына 0 мен мына 0 жойылып кетеді. 60 бөлу 30. 6-ны 3-ке бөлсем 2, мына 0 мен мына 0 жойылып кетеді. Так, 7-ші есеп. 7-ші есепте қарайық. 30 көбейту 3. 3-ке 3-ті өтсем 9, 1 0 тіркейм. 20 көбейту 3. 2 3 6, 1 0 тіркейм. 60 бөлу 3. 6-ны 3-ке бөлем 2, 1 0 тіркейм. 60 бөлу 2. 6-ны 2-ке бөлем 3, 1 0 тіркейм. 888-ге 8-ді қоссақ, 896 болады. 450-ге 90-ды қоссақ, 540 болады. Так, 7-ші есепте 245 қосу 60 тең 305 болады. 1000 азайту 450 тең 550 болады. Енді мына жерде 666 қосу 6, 672. 7-ге 343-ті қоссақ, 3-ке 7-ні қоссақ 10, ал 340-қа 10-ды қоссақ 350. 160 азайту 80, 16-дан 8 азайтсақ 8, қасына 0-ден 0 азайтсақ 0. Келесі 550 қосу 200 тең 750. 300 көбейту 2. Мына жерде 3-ке 2-ні көбейтсек 6, қасына 2 0 тіркейміз. 2 көбейту 3 6, қасына 2 0 тіркейміз. 6-ны 2-ке бөлсек 3, қасына 2 0 тіркейміз. 6-ны 3-ке бөлсек 2, қасына 2 0 тіркейміз. Хорошо, келесі 8-ші тапсырманы қарайық. Теңдік тура болатындай етіп дейді. Жақшаны қойыңыздар дейді. 5 көбейту, біз мына жерде 20 қосу 30 тең 250 десек болады. Мына жерден 50 шығады. 50 мен 50-ді өтсек 250 болады. Келесі 5 көбейту 20 мына жерге жақша қойсақ та болады, қоймасақ та болады. 130. Мынау бізде 100 болады. 100-ге 30-ды қоссақ 130 болады. Келесі 400 қосу 200 и 10-ны бөлейік 2-ге 300 болады. 400-ге 200 болса 600, 600-ді 2-ке бөлсек 300 болады. Келесі 400 қосу 200 и 10-ны бөлемін. Жоқ, мына жерде олай емес. Бөлу 2 тең 500. Мына жерде 200-ді 2-ке бөлсем 100, 100-ге 400 қоссам 500 болады. Келесі 2 көбейту 60 қоссам 1000, 40. Жақша мына жерде болады. Тең 200. Қоссақ 100 болады, 100-ге 2-ні өтсек 200 болады. Келесі қасына жаза берейін. 100 қосу 350 бөлу 9. Жақша мына жерде болады. 450 болады, 450-ді 9-ға бөлсек 50 болады. Келесі есептеңдер дейді. 245 қосу 39 дейді. 14 бұройда 7 8 284. 257 қосу 99 дейді. 16 бұройда 14, ойдамен 15 бұройда 3. Келесі 548 қосу 49 дейді. 17, 8, 9, 597. 359 қосам 99. 18, 14, 15, 458. 390 мыңға қосам 45 мың. 435 мың болады. Так, 29 мыңға қосам 80 мың. 109 мың болады. Түсінікті ғой, иә? Келесі қандай сандар түсіп қалған дейді. Мына жерде 100 и тағы бір сан тұр, 75 и мұнда 9, мұнда 2 сан шығу керек. Біз мына жерге 9 дейік, мына жерге 0 дейік. 9, сонда мына жерде 5, мына жерде 259 болады. Келесі, екінші бетіне жазайын. Азайту мына жерде бір сан тұру керек. 77-ні и тең болады 523. Мына 10, 9, 10, 600 болады. Келесі 300, мына жерде 2 сан тұр, 15-ке қосқанда 925 болады. Мына жерде получается 0 тұрса болады, мына жерде 1 тұрса болады, и мына жерде 6-ны қояйық. Келесі 86-ға қосамын
14-ті сонда бізде 100 шығады. Осымен сабақ аяқталды.